Mınау мал базар. Mınау qo'ylari jemdep atқан. Ар жағында сиыр. Әне қой. Мына теңіздің жағасын топырақпен толтырып, мұзымен толтырып, жері алып, осы жерден мал базар ашып қойған. Так, мінекей Ризе деген қалаға 83 шақырым қалды. Бұл бүгінгі жоспарымыз Ризе қаласы. Мана Қопыдан Күндеу қала шығар деп ойлаймыз. Тоннель дегенмен келатырмыз. Жарық екен, керемет. Айзаданың бірінші тоннелі. Мынау манадан бері үстінде алып келе жатсақ, бұл жерде бірден өртеніп жатыр. Орман емес, яғни қоқыс болуы мүмкін. Bir жақсы жақсы. Мынау 1080 метрлік екінші тоннель. Жарығы жақсы, өте керемет келе жатырмыз. Енді шығып кетеміз. Соңғы 100 метр қалған шығар. Екінші тоннельден өттік. Ой, жарық неге жетпейді ғой. Жарықтық. Так, өте бер. Нормально бар. Міне, Финдикли 4, Ризе 67, Трабзон 142. Біз бүгінгі мезгілінде базар тоннельдерінен өтіп, әсіресе соңғы 1 километрлік тоннельде өтіп келіп, мына жердегі жол жиегіндегі кафеден тамақ отырмыз. Қара теңіздің жағалауы. Мынау Қара теңізге құйып тұрған өзендердің біреуінің балығы осы жердегі. Мынау сорпасы. Айызда суға түсіп кетті, мен әлі түскен жоқпын. Тамақ ішіп аламыз да. Осы жақын жердегі Ризе деген қалаға барамыз. Мешіт келген. 70 кило мешіт. Haydi direkt. Mınау Мезгіл теңіздің жағасы. Мынау велодорожка идеальный. Тамаша екен, а? Тағы бір мешіт мынау. Бүгін жұма. Бірақ енді ешқандай маңайында айқай-шу жоқ. Мынау Киз кәлесі дейді. Киз кәлесі. Мына бір памятник. Бұл енді бұрынғының ескерткіші болу керек. Мынада белгісі Киз кәлесі. Ескерткіш тоннелі. Мынау енді үшінші тоннеліміз кіріп бара жатқан. Қысқа екен әйтеуір. Мана 1080 метр еді. Мынау 1200 метр ма? Жобамен сондай. 5-ші тоннель. Соңғы екеуінен километрден көп. Біз жаяу жетектеп өттік. Себебі мына қозғалыс көп. Bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben.